Сәлем достар, үшінші модульге келдік. Бұл модульде мен сіздерге видеоның атауын, описаниясын, тегтің және обложканың маңыздылығын түсіндіретін боламын. Қазір 6-шы сабақ, видеоның атауы, описания, тег. Бұлар бізде үшеуі негізінен тегін реклама. Яғни сіз видеоңызға жақсы атау берсеңіз, жақсы описания жасаңыз, кереметтей қылып видеоңызға қатысы бар тегтерді қойсаңыз, бұл сіздерге YouTube'тан өздері беріп тұрған тегін реклама. Яғни осы үшеуін дұрыс орната алсаңыз, жаза алсаңыз, поисктен адамдар іздеген кезде топта тұруына мүмкіншілік өте көп. Яғни бұл бізде тегін реклама дегеніміз осы. Бірінші видеоның атауына келейік. Видеоның атауы адамдарға өте қызықты болуы керек. Мысал ретінде көрсетейін. Кактус өсімдігі туралы бір видео түсірдіңіз, иә? Оның тақырыбын сіз кактус өсімдігі деп қоя салмайсыз. Мына мысал дұрыс емес. Қалай дұрыс болу керек? Кактус өсімдігінің біз білмеген 5 қасиеті деген сияқты адамды қызықтыратындай, яғни қандай 5 қасиеті мен білмейтін деген сияқты адамды қызықтыратындай видеоға басатындай қылып тақырыпты қоюымыз керек. Бұл бірінші мысал болатын. Екінші мысал, бағанағы кулинария бағытындағы апайға келейік. Ол таңғы ас дайындады да видеосының атын таңғы ас деп қоя салды. Ол адамдарға қызық емес. Қалай дұрыс болу керек? 5 минутта тез дайындалатын таңғы ас. Осылай адамдарға қызық болады да, 5 минутта не жасауға болады екен таңғы асқа деген сияқты адамдар басатын болады. Үшінші мысал келтірейік. Мысалға сіз Инстаграмнан бір эксперт ретіндесіз да, Инстаграмнан көп просмотр жинау деп тақырыпты қойдыңыз. Бұл біршама адамдарға қызық болуы мүмкін, бірақ енді тағы да басқа вариантын қарастырып көрейік. Инстаграмнан көп просмотр жинаудың 3 тегін тәсілі деген сияқты. Тегін деген сөздің өзін қосу арқылы сіз өзіңізге көрермендерді тартатын боласыз. Мінекей креативті қылып өзіңіздің видеоңызға тақырып жазуды үйрендіңіз, түсіндіңіз. Енді келесі описание. Описание қатты қиын емес. Видеоңызда не айтасыз, не түсіндіресіз, соны түсіндірме ретінде жазып қоясыз. Сонымен қатар сізге фидбек қайтару үшін, яғни сіз белгілі бір сұрақтарды түсінбей жатсаңыз деген сияқты өзіңіздің инстаграмыңызды, телеграмыңызды, өзіңіздің WhatsApp нөміріңізді қалдырып кетуге тоже болады. Сонымен қатар описанияға толық түсіндірме ретінде жаңағы мысалға біреу пирожки пісіріп деді ғой, сол жерге рецепті қалдырып кетсе болады. Немесе мұғалім, жаңағы физик мұғалім өзінің видеоларын түсіріп бітті, енді оқушылар одан презентацияны сұрау мүмкін да, сол үшін ол презентацияларды бір телеграм каналға салып отырады да, сол телеграм каналдың ссылкасын описанияға қояды. Оқушыларға астына жазып қояды. Оқушылар осы презентацияны алғың келсе, мына телеграмға тіркеліп, сол жерден өзіңе скачать етіп ала аласың деген сияқты. Міне осындай информацияны қалдыруға осы сипаттама описания керек екен. Түсіндіңіздер? Енді келесі тег. Бұл бізде өте маңызды, өйткені YouTube'та көп просмотр жинауға, осы поисктен алғашқы болып шығуға көмектесетін осы тегтер болып табылады. Мінекей бұл YouTube'та осы жерде тұрады. Тег дегеніміз сіздің видеоңызға байланысты. Мысалға кактусты бағана алдық, иә? Тегке былай жазылады. 500 әріпке рұқсат беріледі, былай жазылады. Кактус, кактустың 5 қасиеті, кактус өсіру, кактустың зиянды қасиеттері деген сияқты өзіңіздің видеоңызда қандай информация айтасыз, соларды бөлек-бөлек сөз ретінде жазып қоясыз. Яғни адамдар поискке іздейді ғой, мысалға кактустың зиянды әсері деген кезде сіздің тегіңізбен, жаңағы жазған тегіңізбен сәйкес келіп қалса, сіздің видеоңыз оған уже бірінші шығып тұрады, немесе бірінші шықпаса да әйтеуір алғашқы 10-қа кіреді деген сияқты тег осылай видеоны топқа шығаруға көмектеседі екен. Мысал ретінде бағанағы пирожкиді тағы да алайық. Рецепт пирожки тегтерге мысал ретінде айтып жатырмын. Пирожки пісіру, пирожки пісірудің 5 тәсілі, пирожки с капустой деген сияқты осы сіздің тақырыбыңыз, видеоңыздың темасына байланысты сөздерді жаза бересіз. Вот, мінекей, осындай тег дегеніміз осы. Я достар, осы мен айтып қалғанымен тоқтамай өздеріңізде ізденіңіздер. Астына көптеген видеолар қалдырып кетемін, информациялар, соларды көріп шығыңыздар. Осы үшеуін дұрыс орнатып, ұйымдастырып жаза алсаңыздар, сіздің видеоларыңыз көп просмотр жинайтынына уже гарантия бар деген сөз.